Достар, елестетіп көріңіздерші. Біз технология дамыған, әрбір қадамымыз спутник арқылы көрініп тұратын заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ ұзындығы 60 метрден асатын дәу ұшақ 239 адаммен бірге көз ілместен ғайып болып кетуі мүмкін бе? Сіз жоқ, бұл мүмкін емес деуіңіз мүмкін. Бірақ 2014 жылдың 8 наурызында дәл осындай жағдай болды. Бүгін мен сіздерге бұл оқиғаның ең қорқынышты әрі жұмбақ тұстарын айтып беремін. Түнгі сағат 1-лер шамасы. Боинг 777 ұшағы Куала-Лумпурдан Бейжіңге қарай бағыт алады. Аспан ашық, ауа райы тамаша, ешқандай қауіп сезілмейді. Ұшқыш Захари Ахмад Шах диспетчерлермен өте сабырлы сөйлесіп, қайырлы түн, Малайзия 370 деп ең соңғы рет байланысқа шығады. Бұл оның ең соңғы сөзі еді. Бірнеше минуттан кейін ұшақтың барлық байланыс құралдары бірден сөнеді. Ұшақ радардан жоқ болып кетті. Бірақ ең қызығы, әскери радарлар бұл ұшақтың әлі 6 сағат бойы ұшқанын тіркеп қалған. Ұшақ Бейжіңге бармай, кері бағытқа, Үнді мұхитының ең терең, ешкім тұрмайтын жағына қарай бұрылып кеткен. Неге? Оны ешкім білмейді. Келіңіздер, ойланып көрейікші. Егер ұшақта техникалық ақау болса, ұшқыштар тым болмаса сигнал беріп үлгерер еді, немесе су бетіне қонуға тырысар еді. Бірақ ұшақ әдейі жасырынбақ ойнағандай, байланыстың бәрін өшіріп, бағытын өзгерткен. Кейбіреулер мұны ұшқыштың өзі істеді десе, басқалары келгіндер ұшақты алып кетті, немесе ұшақ басқа әлемге өтіп кетті деген теорияларды айтады. Өйткені арада 10 жылдан астам уақыт өтсе де, бірде-бір адамның денесі табылмады. Елестетіп көріңізші, 239 адам. Олардың арасында кішкентай балалар, жас отбасылар бар еді. Олар қазір қайда? Бәлкім олар біз білмейтін басқа бір өлшемде әлі де ұшып жүрген шығар. Немесе мұхит түбіндегі терең құпияны сақтап жатыр ма? Бұл оқиға заманауи тарихтың ең үлкен жұмбағы болып қала бермек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл ұшқыштың қателігі ме, әлде біз түсіне алмайтын тылсым күш пе? Ойыңызды міндетті түрде пікірге жазып кетіңіз. Келесі видеода бұдан да қызық оқиғаларды айтамын, сондықтан тіркелуді ұмытпаңыз.